Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Гүлім. Бүгін өзімнің сүйікті тағамым лағманның рецептісімен бөліскім келеді. Алдымен қамырын илеп аламыз. Ол үшін керекті заттар ұн, тұз және де мұздай су. Қамырымызды илеп болған соң, оның бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Тұздығына керек заттар: сиыр еті, сарымсақ, пияз, сәбіз, болгар бұрышы, татымына қарай тұз бұрыш, қызанақ, орамжапырақ, соя тұздығы керек, және де лағманға арналған кез келген дәмдеуіш алсаңыз болады. Көкөністердің барлығын осылайша турап алдым. Табамызға күнбағыс майын құйып, қызған соң үстіне етімізді салып, араластырып, қатты отта қуыратын боламыз. Қуырылған етіміздің үстіне соя тұздығын қосып, артынан қызанақ пен сәбізімізді қосып, барлығын осылайша жақсылап араластырып, артынан орамжапырақ салып, оны да қуыратын боламыз. Болгар бұрышын салып, артынан тұз бұрышымызды салып, барлығын араластырып, артынан суымызды құямыз. Дәмдеуіш қоссаңыздар болады, қалауларыңыз бойынша. Артынан қақпағын жауып, 20 минуттай баяу отта пісіреміз. Жарты сағатымыз өтті, қамырымыздың ені қанды, оны бірнеше бөлікке бөле отырып, әрқайсысын күнбағыс майымен майлап, осылайша табамызға дізетін боламыз. Қамырымызды осылайша майлаған соң, бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағатымыз өтті, енді қамырымызды созуға кірісеміз. Көріп отырғандарыңыздай, қамырымыз өте созылмалы. Қамырымызды созу барысында міндетті түрде күнбағыс майымен майлап отырыңыздар. Әйтпесе бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Дайын болған қамырды қолымызға жинап, оны 2-3 қайтара үстел бетіне соғып, дайындап аламыз. Осы созылған лағманымызды қайнап тұрған ыстық суға салып, 4-5 минут аралығында пісіріп аламыз. Лағман піскен соң мен оны міндетті түрде салқын суға бір салып аламын. Осымен лағманымыз дайын болды. Дәмі өте керемет. Астарыңыз дәмді болсын.